Сәлем достар, Азизаның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді пай-пай салатын дайындайтын боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік, салатымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай тауық етін алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауыңызша, әрине, копченый болса да болады, немесе суға қайнатылған болса да болады. Мен копченый түрін алатын боламын. Енді оны төрт бұрышты, яғни кубик етіп, жақсылап турап алатын боламыз. Осылай тауық етімізді барлығын төрт бұрышты қылып турап алатын боламыз. Содан соң бір тәрелкемізді аламыз да соған салатын боламыз. Келесі кезекте тағы да тауық етін турайтын боламыз. Содан соң майонезімізді кішкене сеуіп шығатын боламыз. Майонезді мен осылай кондитерлік қапшыққа салдым. Өздеріңіздің қалауыңызша былайша да құя берсеңіздер болады. Содан соң қиярымыз, оны да осылай төрт бұрышты кубиктап турап аламыз да, оны да саламыз. Оның үстіне де майонезімізді жағып шығатын боламыз. Келесі біздерде жұмыртқа, оны да осылай төрт бұрышты қылып турап алатын боламыз. Оның үстіне міндетті түрде тұзымызды салатын боламыз. Дәміне қарай шым-шым тұзымызды салып, және де үстіне майонезімізді сеуіп шығатын боламыз. Ең соңында осындай картофель пайымызды салатын боламыз. Мен оны алдын ала осылай пісіріп салып қойғанмын. Ол дәл фри сияқты пісіріледі. Фридің рецептісі менің каналымда бар. Осылай үстіне картофель пайымызды барлығын бетін жауып тұратындай қылып, осылай салып шығатын боламыз. Өте оңай, керемет салат. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де аяқ асты үйге қонақ келіп қалса, өте оңай салаттардың бірі. Сіздермен болған Азиза, рахмет, сау болыңыздар.